Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Осыған дейін маған Инстаграм желісінде, басқа осы ютубтағы каналымда да орамал жөнінде біраз сұрақтар болған. Соның ішінде өзіңіздің орамал тағу үлгіңізді көрсетсеңіз деген өтініш болды. Бұл өтінішке қатысты енді өздеріңізде ютубта көптеген видеоларды көріп жүрген боларсыздар. Десек те мен өзімнің қарапайым ғана бір 3 әдісімді орамал тағудың көрсетіп кетпекпін сіздерге. Міне мен негізінен шарфтарды қолданамын. Осылайынан сәл бүктеп аламыз да, кішкентайынан бір жағын ұзындау етіп, бір жағын қысқалау алып, осылай әкелеміз. Осылайынан әкеліп, одан кейін мына ұзын бөлігін арқаға қайырып тастап, бұлайынан алдыға келеміз. Міне, шамамен осындайынан екі жағынан инемен қыстырса да болады, қыстырмаса да болады. Енді құлап кетпес үшін қыстырсаңыздар артықтық етпейді. Міне, осылайынан қарапайым ғана үлгі, негізінен күнделікті оңай әрі жылдам осылай байлауға болады. Екіншіні көрсетейін. Екінші үлгі, әдетте бұны көбінесе бонисіз, мына іштегі бонисіз тағамын. Мұнда да бір жағын қысқартып аламыз, бір жағын ұзынырақ. Іштегі бониді көрсетпейтіндей етіп байлаймыз. Мына ұзын жағын алдыға қарай әкеліп, әкелеміз де асырып, бұлайынан әкеп қоямыз. Міне, негізінен осылай. Мұнда да мұна жерін бір рет инемен қыстырсақ болады. Инемен бір рет қыстыра аламыз. Және бұлайынан жіберіп қойса да болады, немесе осы жерінен тағы да бір қыстырып қойсақ болады. Бұлайынан. Міне. Осылай. Енді үшінші үлгі. Орамал тағудың үшінші әдісін көрсетпекпін. Өздеріңізде байқадыңыздар, бониемнің түсі өзгерді. Оны орамалға сәйкес өзгертіп, басқасын таңдап алдым. Міне мына орамал, көбінесе бұл үшінші тәсілді жұқа орамалдарға қолданамын. Онда да осылайынан сәл бүктеп аламын. Одан айналдырып әкеліп, мынандай астыңғы жағын мынандай магнитпен бекітемін. Бұндайды барлықтарыңыз білесіздер, орамал сатылатын жерлерде мұндай магниттер көптеп сатылады. Сосын мұна екінші жағын бұлайынан төбенен асырып әкеліп, мұна тұсқа бекітемін. Одан кейін тағы бізде ұзын жағы қалды. Осы ұзын жағын дәл солай айналдырып әкелемін де. Міне. Бұлайынан бекітемін. Инемен бекітіп отырам. Сонда қозғалып та кетпейді. Міне, осылайынан алдыңғы жаққа қарай түсірсе де болады, немесе артқа жіберсе болады. Мен көбінесе артқа жіберіп қолданамын. Міне, қарапайым ғана осындай тәсіл. Көріңіздер. Әзірге осы, достар. Егер сіздерде орамалға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, осы видеоның астында қалдырыңыздар. Және лайк басыңыздар, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналымда келесі кездескенше.